Assalamu alaikum. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сметанник дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымыз бен разрыхлителімізді салып аламыз. Енді үстіне сары майымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Міне осындай кружка болады. Осының үстіне қантымызды қосамыз. Қантымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Осы кружканың үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Міне осындай қамыр шығады. Осыны пергамент төселген формамызға саламыз. Жан-жағын бортик жасаймыз. Салмасына қаймаққа қантымызды, 2 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін осылай начинкамызды үстіне құямыз. Және де бетіне мен қатырылған смородина қойып шықтым. Пирогымызды 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісті. Формадан бірден шығаруға болмайды, суығаннан кейін шығарамыз. Осындай нәзік, әдемі болып піседі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліңіз және колокольчик все батырмасын басыңыз.